онкология ауруын алдын алу үшін біз бірінші тамақ ішу мәдениетіне қатты көңіл бөлуіміз керек. Яғни қазіргі кезде атамыздан қалғандай жейтін фастфудтан бас тарту, газировкадан бас тарту, жалпы қанттан жасалынған өнім бұл біздің организміміздің кез келген жерінде қабыну процесіне алып келеді. Яғни ақ нан өнімі, қант деген дүниенің барлық қабынуға алып келеді. Газировка, содан кейін қазіргі кезде трансмайлар өте көп бізде. Мынау құрамды арзандату үшін әртүрлі бізге сататын тағамдардың барлығы трансмайларға толы. Яғни олардың құрамы арзандағанмен біздің денсаулығымызға өте қатерлі. Сол себептен де көп тағамға осылай тамақтану мәдениетіне көңіл бөлгеніміз дұрыс. Әрине ол оңай емес, таңдап біздің кезімізде тамақты талғап жеу, но әйткен күннің өзінде өмір сүргіміз келетін болса, бұл өнімдерге қатты көңіл бөлген жөн. Яғни қанша қиын болғанмен тәттіден, қанттан, выпечкалардан, қазіргі кезде лық толып тұрған тәттілерден бас тарту, бұл біздің онкологияның алдын алудың ең үлкен шарасы. Екінші шара мен айтар едім, бұл жерде бізде дене белсенділігі өте аз. Дене белсенділігі аз болғандықтан артық салмақ қосу, жаңағы іштегі бізде әрбір сау адамда свободный радикалы деген рак клеткалары болады. Сол рак клеткалары біздің организмда бастаңғы жасамау үшін дене белсенділігі болу керек. Содан кейін қазіргі кезде әдетке айналған, кешкілік уақытта телефонда көп жатамыз, ұйқымыз дұрыс қанбайды, яғни стрессқа, ұйқы қанбауға әкелетін дүниенің көбісі жаңағы тағы да біздің рак клеткаларымыздың бастаңғы жасауына әкеледі. Сол себептен де тамақтану мәдениеті, дұрыс ұйықтау мәдениеті, уақытында жату, жаңағындай организмді уақытында тазалап тұру, содан кейін жаңағындай әртүрлі дәрігерлердің айтқан скринингтарынан бас тартпау, бару, уақытында тексерілу, яғни бұл әртүрлі қатерлі ісіктердің алдын алады. Қазіргі таңда достар, онкология өте көп. Соның себебіне өздеріңіз саналы түрде көз жүгіртіп қарасаңыздар, бұл образ жизни, өмір сүру салтымызды, жаңағы тамақ ішу мәдениетімізді, нені өзгертуіміз керек, соған саналы түрде қарауымыз керек. Бізге халыққа өзіміз жанашыр болмасақ, күнделікті әдетімізді, өмір сүру салтын өзгертпесек, бұл күннен күнге, жылдан жылға ұлғайып келе жатқан бір жақсы емес дүние. Сол себептен де денсаулықтарыңызды өздеріңіз қолға алыңыздар дегім келеді. Ауырмайық,